Сәлем достар. Бүгін біз саңырауқұлақты қалай пісіру керектігін үйрететін боламыз. Саңырауқұлақ ерте көктемде шығатын өсімдіктердің бірі. Ең алдымен арнамызға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз. Ендеше біз бастаймыз. Біз ең алдымен даладан осындай әдемі саңырауқұлақтарымызды теріп аламыз. Біз ауылда тұрғандықтан бізде далада өсе береді. Саңырауқұлақтың да өзінің шығатын кезі, яғни мезгілі болады. Осы кезде мен сізге саңырауқұлақ жайлы айтып берейін. Саңырауқұлақтың пайдасы: дәрумені ағзаға өнімдер арқылы түспейді. Ал бұл дәруменнің негізгі көзі саңырауқұлақ. Күн сәулесінің астында тұрып дәруменнің бойына жинап алады. Мәселен, орман саңырауқұлағы түлкіше дәруменіне бай. Жалпы айтқанда, ет жемейтін вегетариандардың сүйікті ағамына арналған. Саңырауқұлақ құрамында дәрумені көп және селен, калий, бал, фосфор сынды басқа да дәрумендер бар. Ал кейбірі темірге бай. Мінекей біздің терген саңырауқұлақтарымыз өте көп болып шыққан. Біз ең алдымен саңырауқұлақтарымызды қазанға салып бір қайнатып аламыз. Шіли майда қылып немесе үлкен қылып тураудың керегі жоқ, орташа болса болады. Барлық саңырауқұлағымызды турап болған соң қазанға азғантай қылып су құямыз. Көп құйып керек емес, себебі саңырауқұлақтың да суы шығады. Сіздер білесіздер ма? Саңырауқұлақтағы ақуыздар мөлшері етпен салыстырғанда 3 есе, жұмыртқамен салыстырғанда 2 есе жоғары. Құрамында адам ағзасына пайдалы күрделі және жеңіл сіңетін көмірсулар кездеседі. Саңырауқұлақ құрамындағы 1-2 дәрумендері ағзадағы қан айналым процесін жақсартады. Шаш пен тырнақтың өсуіне оң әсер етеді. Ас қорыту жүйесіндегі сөл шығаруды реттейді. Оған соң картошка ашуға кірісіп кетті. Картошкаларымыз соңында пытырлап көбейіп кетті. Арасында пияз да қосып қойдық. Кейін саңырауқұлағымызды судан алып едік, ол да картошка құсап пытырлап көбейіп кетті. Оны бері араластырып көрдік. Саңырауқұлақ қайнаған соң азғантай сияқты болды. Оны қазанға салғанда көбеді ғой деп ойлап қойдым ішімнен. Қазанымызды тазалап үстіне май құйып, майы қызған соң бірінші болып саңырауқұлағымызды салып, шыңғыртып тұрып қуырдық. Саңырауқұлақтар жер бетінде ұзақ уақыт бойы тіршілік етеді. Олар тіпті динозаврлардан бұрын пайда болған. Әлемде 2 миллионнан астам түрі бар. Олар жеуге жарамды, жеуге жарамсыз және улы болып бөлінеді. Арқасынан пияздарымыз да секіріп кетті. Барлығы әбден қуырылып болған соң, үстіне картошкамызды салып, 15 минут жақсылап араластырып аламыз. Арасында тұз, бұрыш, дәмдеуіштерді де салып қоямыз, ұмытпай. Міне біздің саңырауқұлақ ярымыз да пісіп қалды. Дәмі өте дәмді болып шығады. Үйлеріңізде жасауға кеңес беремін.